Маңғыстау облысының білім басқармасымен бірігіп, облыстық деңгейінде мектеп қатысушылармен бірге стембл ашық чемпионаты жарияланып, бүгін жүріп жатыр. Соның ішінде мына қайырымдылық демеушілік бағдарламасының жобасының аясында 8 мектепке STEM лабораториясы зертханасы табысталды. Соның арасында қазіргі дода сайыстар жүріп жатыр. NCLC компаниясы 2020 жылы мектебімізді STEM лабораториясы мен кабинетімен жабдықтап берген болатын. 3 жыл ішінде біздің мектебіміз робототехника, лазерлік станок, 3D принтер, қыш құмырадан бұйымдар жасау барлық сала бойынша бірнеше жарыстарға қатысып жетістіктерге жетуде. Осы облыстық ашық чемпионатта мектебіміздің оқушылары өздерінің қол жеткен табыстарын көрсетіп, дәлелдеп, жақсы орындар иеленеді деп сенім білдіремін. Бүгін жарыстан біз қыш құмыра жарысына қатыстық. Бұл өте қызық болды. Қыш құмыра жасаған кезде, балшықпен қолмен жасаған кезде өте қызық десек те болады. Компаниясы мені көріп, осы жарысқа қатыстырып, сыйлықтарын беріп, бірінші орын алдым. Бүгінгі өткен STEM 2023 байқауы өте керемет деңгейде өтті. Әсіресе оқушылар жақсы дайындалып келген, ғылыми жобалары, көрме байқаулары, Ардуиномен жасаған жұмыстары өте керемет, бәріне тыңғылықты дайындалған. Сонымен қоса робо-күрес байқауы өте қызықты өтті. Көп оқушылар осы категория бойынша қатысып, өзінің бақтарын сынап көрді. Бұндай жарыстар бізге негізі өте қажет. Себебі мынау заман талабына сай жаңа технологияларды осы жастардың көбірек меңгергені дұрыс. Себебі алдағы уақытта барлық дүниелер осы жаңа технология байланысты болып тұрғандықтан қазірден бастап осы қолға алып жатқанымыз дұрыс деп есептеймін. Және де осы байқауды өткізуге атсалысып отқан, демеушілік жасап отқан компаниясына көптеген рахметімді айтқым келеді.